Ассалаумағалейкум, құрметті қыздар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Подписация етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл сіздердің осы видеоның таралуына үлкен үлестеріңіз болып саналады. Рахмет. Бүгін сіздермен бірге қандай сынақ болса да, сол сынақтың өзіндік даналықтары бар, және де сол сынақтардан кім қалай шығады, кімде қандай настрой болады, сол жайлы айтқым келіп отыр. Енді мен қазір мынандай керемет кітап оқып жатырмын. Әрине бұл жерде ислам дініне кейбір жерлері келмейді, бірақ өзіндік фильтрдан өткізіп барып оқу өте маңызды. Бойся, но действуй. Енді жалпы бұл кітап жайлы айтатын болсам, негізінде психология ілімінде там, где страх, есть рост дейді. Қай жерден сіз қорқып тұрсыз, демек сол сіздің өсуіңіз. Енді бұл кітапқа тағы да келесі жолдары тағы да тоқталып кетем иншалла келесі видеоларда. Бірақ бүгін мен сіздерге бұл кітапта келтірілген мысалды айтқым келіп тұр. Джоан және де Мэри деген екі келіншекті мысалға алып келтірген. Екеуі де 40-тан асқан келіншектер, екеуінің де жолдастары дүниеден өткен, яғни екеуінің сынағы ұқсас. Бірақ қараңыз, Джоан қалай қабылдайды, Мэри қалай қабылдайды. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Джоан қайғырады, қатты қайғырады. Неге менің өмірімде бұлай болды, мен ғана осылай жүремін, неге басқалар бақытты, мен бақытсызбын, неге менің жолдасым қайтыс болды, басқалардың жолдасы аман есен жүр деген сияқты. Сондай негативті ойлармен, негативті установкалармен және де пассивный қабылдаумен, пассивный настройкамен сол нәрсені өзіне сіңіреді. Ал енді Джоан уақыт өте келе барлық адамдармен араласуды қояды, ешқайда шықпайды, қонақ шақырмайды, өзі де қонаққа бармайды. Сондай барлық нәрсеге негативті қарайтын болады. Яғни өзіндік ішіндегі негативті установкалар болады. Мен ешкімге керек жоқпын, мен ешкім керек етпейді, мен осылай, менің өмірім тоқтады деген сияқты, ол солай қабылдайды. Ал енді Мэри қалай қабылдайды? Мэри түсінеді, жолдасы қайтыс болды, бірақ енді бұл нәрсемен тоқтап қалмай, ары қарай өмір сүру керек, тіршілікті жасау керек, бала шағаға қарау керек, күту керек деген сияқты. Мэри басқаша, яғни позитивті настроймен қабылдайды. Және де Мэри керісінше көптеген адамдарға пайдалы болып, адамдарға көмектесіп, көпшілік жиналатын орталардан қалмай, өзінің орнын жоғалтпай, өзіне қолдау жетіспесе де, ол керісінше өзге адамдарға қолдау білдіре алды. Енді бұл жерде Джоан және де Мэри. Бүгінгі таңда сіз кім болып жүрсіз? Сіз Джоан болып жүрсіз бе, жоқ әлде Мэри болып жүрсіз бе? Негізінде бізді сынақ өсіреді. Негізінде. Одан кейін мен айтқым келетіні, идеальная жизнь деген нәрсе жоқ. Яғни идеалды өмір, идеалды адам, барлығы бір сәтте керемет болып кетеді, ертегідей жили они долго и счастливо деген нәрселердің барлығы негізі шын. Реальный өмірде ол нәрселер жоқ. Соны саналы түрде түсіну керек. Саналы түрде түсіну деген жалпы ол осознанность. Яғни осознанность, мысалы өзіңіздің өміріңізге шет көзден қарай білу. Менің өмірім қалай болып жатыр? Маған ұнайды ма менің өмірім? Мен өзіме ұнайтындай етіп қалай өзгерте аламын деген сияқты. Немесе сіз бірнеше курстар өтесіз, курстарға қатысасыз, одан кейін ол курстар өзіндік бір нәтижесін бермей жатқан кезде сіз барлығын
жарты жолда тоқтатып қолыңызды бір сілтей салғыңыз келеді, және де бір сілтей саласыз. Неге? Өйткені сіздің ішкі өз-өзіңізге деген сеніміңіз жоқ, және де ішкі опора дамымаған. Осылай негізінде. Сондықтан қыздар, бұл жерде маңызды түсінетін нәрселердің бірі, ол әрине қанша жерден сізге қиын болып жатса да, қанша жерден бүгін шаршап тұрсаңыз да, сіз келесі жол қайтадан бастап кетіңіз. Мынандай бір керемет мысал бар. ютубтан қарасаңыздар болады, медоед деп жазыңыздар. Медоед деген жалпы жануар бар. Ол өте сондай керемет, маған оның ұмтылысын айт, медоедтің. Менде өзімде ондай ұмтылыс қатты дамымаған болатын, бірақ күннен күнге соны іштей дамытамын. Әрқашан өзіме есіме салып тұрамын. Оңай болмайтынын, алдыға қарай жылжу керек екенін, бір орында тоқтамау керек екенін әрқашан есіме салып тұрамын. Өз-өзіме. Яғни маған міндетті түрде біреудің поддержкасы керек емес. Мысалы, көбінесе маған консультацияға келетін қыздар айтып жатады, жаңағыдай, жолдасым қолдамайды, анау бүйтіп айтты, мынау сөйтіп айтты, балалық шағымда мынандай травмалар болды. Оның барлығы бар нәрсе, оның барлығы болды, бірақ сіз енді қазір ересек позициясындағы адамсыз. Сіз қазір ересексіз. Яғни сіз ересек болғаннан кейін де сіз бүгін өзіңізді өзіңіз дамытуыңыз керек. Балалық шағыңызда солай болды, оны қабылдаймыз, оны түсінеміз, ол сынақтың да өзіндік даналығы бар. Бірақ қазіргі ересек позициямызда біз алдыға қарай жүре беруіміз керек. Сол сияқты жаңағы медоедті қатты сондай упорство дейді, алдыға қарай жылжу қатты дамыған, оны қанша жерге қамаса да, қанша нәрсе істесе де, ол өзіндік бір жолдарын тауып тоқтамайды да, жолдарын табады да, шығатын жерден шығып кетеді. Жыланмен де күш сынасады деген сияқты. Сондай өте мықты, өзі кішкентай ғана, бірақ сондай мықты, өйткені ішкі характері бар да, ода машалла. Сондықтан медоед жайлы видео көрсеңіздер болады. Және де осы жаңағы сіздерге келтірілген мысалда Мэридің позициясын, яғни позитивті настроймен жүру өте маңызды. Егер сізге менің подкаст форматында түсірген видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өзіңіздің шынайы жақын жандарыңызға жіберуіңізді сұраймын. Бұл сіздің осы видеоға деген үлесіңіз деп есептеледі, иншалла. Рахмет. Ассаляму алейкум.